Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бақтығалиева Назым Абатқызы. Мен Мәлік Ғабдуллин атындағы номері 70-ші жалпы білім беретін орта мектепте жас маман, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы және сынып жетекшімін. Меніңше қазіргі заманға лайық мұғалім болу үшін бірнеше түрлі қасиеттер әркез біздің бойымыздан табылып отыруы тиіс. Ол үшін мұғалім мейірімді де қамқор және талап қоя білу керек. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп абай атамыз айтқандай, ұстаздық аманатты берік ұстау басты парызым деп білемін. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың атауы қиял мен шындық бірлігі деп аталады. Кітап дәптерлеріңіз ашыңыздар. Оқушылар, ендеше біз бүгін топ болып жұмыс жасау үшін, міне ұлттық құндылығымызды дамыту мақсатында бұл суретте не көріп тұрсыздар? Асық ойын білесіздер ма? Ол қандай ойын? Олар ер баладан сұрайықшы. Ұлттық ойын. Оның ережесі қандай? Оның ережесі Оны ату, яғни бұл қырағылыққа, дәлдікке үйрететін болады. Ендеше әрқайсымыз келіп осы аспадан бір аспан таңдайын, және бұның артында сіздің нешінші топта екендерін жазған сол топқа отыра қоясыздар. Бірінші топ мұнда, екінші топ мұнда, үшінші топ не қойып? Екінші топ мұнда ма? Иә. Сабағымыздың мақсаты тірек сөздер арқылы ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Яғни біз өтіп жатқан тақырып Бенхейм ғой, Бенхеймнің суреттері бар. Сол суреттер арқылы біз бүгінгі тақырыпты болжап көреміз. Және екінші мақсатымыз мәтіндерге, орфографиялық қателерге, сөздіктерге сене отырып түзету және де редакциялау. Біздер мен сізге айтамын, мәтін жазған кезде, эссе жазған кезде болсын, орфографиялық қате жібермеңіздер. Ол не деген сонда? Яғни белгіде ол пунктуация қате ғой. Орфографиялық қате дегеніміз не, оқушылар? Орфографиялық қате. Дұрыс жазу, графы жазамын, эпе оқимын, орфоэпиялық ол ауызша болатын болса, орфографиялық жазбаша, яғни жазуда сіз қателеспеу. Жақсы. Ендеше оқушылар сіздерге үй жұмысы берген болатын, яғни мен сіздерге септік өттік, сіздерге үй жұмысына 3 сөздік немесе 5 сөздік септік келіңіздер деген болатын. Енді қазір әр топтан бір оқушыдан үй жұмысын сұрап көрейін. Бірінші топтан Үнжу. Доспен. Жақсы. Өте оқушылар дұрыс па? Жоқ. Жақсы, екінші топ. Екінші топтан Қосар. Өте жақсы, жарайсың. Үшінші топтан біз кім шығады? Сержан Көкөбі. Атау септік алма, ілік септік алманың, бас септік алмаға, табыс септік алманы, жат септік алмады, шығыс септік алмадан, көмектес септік алмамен. Бір қате болып тұрмын. Алманы. Барлығымыз бүгінгі тыңдалым мәтініне назар аударайық. Осы тыңдалым мәтін арқылы әрі қарай тапсырмалар орындайтын боласыздар. Оқушылар ендеше келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ, мына сурет қандай тәсілмен жасалған деп ойлайсыздар? Екінші сұрақ, мұнда суретші қиялы қалай безінген? Үшінші сұрақ, бұл жұмыстың авторы кім? Біз қазір мен сіздерге сұрақ қоямыз, бұл сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әсіресе ер балдар сіздер шулап отыр екенсіздер.
Бенхейм шығармашылығы туралы кімге ақпарат берді деп ойлайсыздар? Кім жауап береді бұл сұраққа? Бенхейм. Немесе диалог не туралы болды? Тыңдау мәтіннен. Әр топқа енді жеке-жеке тапсырма, қазір топ жұмыс болады. Сіздердің алдарыңызда стоп кадр әртісі. Стоп кадр әртісі дегеніміз не? Мен сіздерге осы парақтар тарататын боламын. Осы парақтар арқылы сіздер Бенхеймнің шығармашылығын және де сын есімен зат есімді біріктіріп сөйлеп құрайсыздар. Сын есім, зат есім сұрақтар қандай? Және іс-әрекет рет-ретпен орналастырамыз. Міне бірінші, екінші бұл жерде біз топ болып бірігіп жасау керекпіз. Сіздерге клей немесе скотч қажет болады. Жақсылы оқушылар, бұл не сіздерге жасай алыңыздар. Сіздер жұптық қазір тапсырма орындайсыздар. Яғни дәптерлеріңізге не істеу керексіз? Мына экранда сіздерге адасқан сөздер беріліп тұр. Осы сөздер арқылы сіздер зат есімнің дара зат есімін таба аласыздар, және де бұл жерде күрделі зат есім таба аласыздар. Бірақ та оны бөліп жазу керек. Дара зат есім дегенде сол тек қана бір ғана түбірден жасаған зат есім. Ал күрделі зат есім оған жаңа немесе жалғау болған зат есім. Яғни қаншасы бізде 8 сөз шығу керек. 4-4-тен 4 дара зат есім, 4 күрделі зат есім. Түсіндік пе оқушылар? Ал қалғандарын жазамыз. Үйге 113-ші беттегі 5-ші тапсырма жазып аламыз. Және де сіздерге кері байланыс алып келдік. Сіздерге WhatsApp группаға мен қазір ссылка жіберемін. Сол ссылка бойынша бүгінгі сабақ қалай өтті, әсерлеріңізді бірден жазып қоясыздар.